Қымбатты телекөрермен біз хабарымызды одан әрмен жалғастырамыз. Біз студия мейманының сұхбатымен бағдарламамыз одан әрмен жалғасатын болады. Дәл қазір біздің студиямызға келген құрметті мейманымызды таныстырып өтейін. Кәсіпкер, аспаздық мамандығы бойынша халықаралық дәрежедегі бас сарапшы Әділханов Серікхан Саметұлы бүгін бізде қонақта. Естеріңізге сала кетейін, қымбатты телекөрермен WorldSkills деп аталатын мамандықтар арасында облысымызда арнайы байқау болып өткен болатын. Бүгінгі біздің бағдарламаның мейманы осы байқаудағы бас сарапшылардың бірі, жалпы осы байқауды өткізіп жүрген мамандардың бірі ретінде белгілі екенін айтып кеткіміз келеді. Серікхан мырза, қайырлы күн, қош келдіңіз. Көңіл күйіңіз қалай? Көңіл күй өте жақсы. Енді Атырау облысына бірінші рет келіп отырмыз. Атырау ұнап жатыр ма сізге? Облысқа енді бізді оқу бөлім басшысы арнайы шақырды чемпионатқа, WorldSkills'қа. Өйткені осы чемпионатта біз негізі 2014 жылы кіргенбіз. Қазақстан 74-ші мемлекет бойынша халықаралық чемпионатқа. Содан бері осы WorldSkills чемпионатында жұмыс істеп жатырмыз. Атырау облыста бірінші рет келіп отырмын. Өте қуаныштымын. Өйткені ұлттық чемпионат өткізгенде мен өзіме бір сұрақ қоям, неге Алматы облысы бірінші орындар алады депші. Сөйтіп бас сарапшы ретінде мен аумақтарды арала бастадым. Өйткені біздің аумақтарда, басқа аймақтарда көп дарынды балалар өте көп. Мысалы 2017-де Ақтауға барып едім, Ақтаудың баласы бірінші орын алып, ол баламыз бізді СНГ-ға апардық, Будапештке апардық, Европейский чемпионатқа. Сөйтіп мен мақсатым Атырауға келіп, Атыраудағы ұстаздармен жұмыс істеп, положенияны үйретіп, осы WorldSkills қалай жұмыс істеу керекпіз, біз қандай баға қою керекпіз. Өйткені ол халықаралық не ғой, сондықтан 4-ші күн болды, біз жұмыс істеп жатырмыз. Енді дайындығы өте жақсы, шәкірттеріміздің ұстаздар программа бойынша біз енді бір күн жақсартып үйреттік. Ол бағдарлама программа бойынша бағаны қойып жатыр өз шәкірттеріне. Сондықтан Атырау қаласында, мен ойлаймын, осы Атырау облысынан енді біз жай келген жоқпыз ғой. Біздің мақсатымыз осы топтың ішінен бірінші алатын қыз болсын, ұл болсын, сол баламен біз ары қарай жұмыс істейміз. Өйткені ол бала алдымызда ұлттық чемпионат болады, міндетті түрде ол чемпионатқа қатынасады. Үлкен баға алып, бірінші орын алса, екінші орын алса, біз ол баланы ары қарай республика Еуропаға дайындаймыз. Одан кейін чемпионат мира болады бізде, Шанхай қаласында 2022 жылы соған дайындаймыз. Менің мақсатым сондай. Атыраудан дарынды баланы шығарту. Бәрекелді, өте жақсы. Біздің өңірімізден де осындай дарынды жастар әрқашан шыға берсін дейміз. Жалпы енді өзіңіз бірнеше өңірлерде болып жүрсіз ғой. Бұл сайысты өткізіп жүрсіз. Біздің Атырау жастарының ынтасы, жігері, қабілеті қандай екен? Негізі Атырау балаларын мен бұрыннан білемін. Өйткені 2016 жылы Мәди деген жігіт берді, Мәди деген қатынасты чемпионатқа 2016-та. Ол сонда 16 шәкірттің арасында 7-ші орын алды. Ол жақсы орын деп ойлаймын өз басым. Одан кейін ол жігітті мен Алматыға алып кетіп, тағы дайындадық. Ол 2 рет қатынасты чемпионатқа. 2017 жылы қатынасқанда ол 5-ке кірді. Ол да үлкен дәреже деп ойлаймын. Енді Атырау алыс облыс, енді Астанадан, Алматыдан алыс облыстың біреуі ғой. Бірақ сонда да кеше мен байқадым, Миялы ауданынан шәкірттер келді, Құрманғазы ауданынан шәкірттер. Шалғай аудандардан. Шалғай ауданынан келді шәкірттер. Көз жұмыс бабына қарасам, көз қарасым бәлігі, енді Құдайға шүкір тәуба, қабілеттері өте жоғары, дайындығы жақсы. Сондықтан Атырау облысы, енді орысша айтқанда кейбіреу ойлайтын шығар, Алматы, Астана, периферия жоқ, ничего подобного. Орысша айтқанда неодаренных детей нету, все дети одарены по-своему. Сондықтан біздің балаларымыз өте жақсы. И бүгін Құдай қаласа кешке жақын жұмысты бітіп қорытындыны шығарамыз. Мен ойлаймын, жақсы баға алады деп. Өйткені бізде енді международный халықаралық бағдарлама бойынша бізде анау 100 балл деген жоқ Қазақстан мемлекеті. Бізде 700 бойынша.
ол балды эксперттер қояды ғой, ұстаздар қояды ғой бағаны. Ол бағаны барлығы технический экспертке береміз дағы программаға, ол программа қазір Астанаға біз қосылдық, холдинг кәсіпқорға. Холдинг кәсіпқор біз Атырауда болсақ та, олар біздің жұмысымызды көріп отыр. Қалай бір жұмыс істеп жатырмыз. И 700 балл алған балалар, значит, олар спокойно неге кейін Европада, мирда қатынасуға болады. Яғни ол жоғары балл ғой, 700 балл, 700 балл. Жаңа сіз өзіңіз айтып қалдыңыз, енді арнайы сарапшылар баға береді, қарайды деп. Жалпы бұның сарапшылар қалай таңдалады, қалай іріктеледі? Енді сарапшылар міндетті түрде шәкірттермен бірге бір сарапшы келу керек. Наставник ретінде ғой енді, біз енді независимый сарапшымыз, главный экспертпіз, халықаралық біздің деңгейіміз жоғары. Сондықтан біз бірінші тест проект өткіземіз. Чемпионаттың алдында міндетті түрде 30-50 сұрақ қоямыз. Ағылшын тілінен. Іріктеуден өтеді, іріктеуден өтеді. Қай сарапшы іріктеуден өтті, сол сарапшы алаңға жұмысқа кіріседі. Қай сарапшы төменгі баға алса іріктеуден, ол сарапшы іріктеуден. Бірақ құдайға шүкір тәуба, Атыраудан енді барлық сарапшылар іріктеуден өтіп, жоғары баға көрсетіп, жұмысқа кірісті. Сол жағынан мен өте қуанып отырмын. Биылғы чемпионат Атырау облысында мен өзім бас сарапшы ретінде 30% бағдарламаны ауыстыруға мен өзімнен бар. Сондықтан мен 30%-ды ауыстырып бағдарлама бойынша, мысалы бір сарапшы бірінші модульда субъективный бағада болса, ол келесі модульда уже объективный бағада жұмыс істейді. Үшінші модульда слепая дегустация деген бізде бар. То есть, яғни слепая дегустация деген сарапшылар, олар алаңға кірмейді. Олар көрмеу керек балалардың қалай тамақ дайындағанын. Олар басқа кабинетте отыраттағы дайын тамаққа баға береді. Көзбен көріп баға береді. Тек көзбен визуальное впечатление дейді, креативное дейді, вкусовые качества, салмағы, температура. Ана жақтағы сеген сарапшылар субъективно, объективно, олар уже жұмыс қабілеті, қалай жұмыс істеп жатыр, даже отходтар соған баға қояды, форменная одежда, киім не баға қояды. Сондықтан мен биыл осы 7 жылда Орскилс болғанда мен бірінші рет осындай бір не қостым Атырау облысында. Өйткені менің мақсатым сарапшылар, ұстаздар осы чемпионатта болған, оларды үйреніп, нәтижесін көріп, болашақта өз колледждарында осындай сабақ өткізу керек. Өйткені қазіргі заманға сәйкес біз соңғы жылдары госэкзамен болады ол колледждарда. Біз госэкзамендарды демэкзаменмен бірге қосып, положениені Орскилспен бірге өткізетін болдық. 2017 жылы мені Москва қаласы сол бағдарламамен шақырды демэкзаменға бас сарапшы ретінде. Москва қаласында біз болдық, жұмысын көрдік. Бірақ олар демэкзамендарды бөлек өткізді. Яғни экономика жағынан кішкене ол дұрыс болған жоқ. Мен Қазақстанға келіп, өз шәкірттеріме, колледждардың директорына түсіндіріп айттым. Демэкзамен болу керек міндетті түрде. Бірақ демэкзаменді біз выпускной экзамен бірге өткізейік. И тағы бір не қойдым, демэкзамен колледжда болмау керек, демэкзамен соцпартнерда болу керек. Яғни, сол балалар демэкзамен тапсырғанда, біз кәсіпкеріміз бағасын көріп баланы, сол балалардан уже жұмысқа алуға бізге өте ыңғайлы болады. Өте жақсы. То есть бизнес пен образование бірге жүру керек. Қатар жүру керек дейсіз ғой. Өте жақсы екен. Өте жақсы бастама. Серхан Саметұлы, енді жалпы сіз бұл саладағы көп жылдық тәжірибеңіз бар екен естіп жатамыз. Жалпы осындай дарынды шәкірттер, дарынды жастарды қолдау мақсатында қолыңыздан келген аянбайтыныңызды естіп жатырмыз. Жалпы тіпті өзіңіздің қаражатыңызбен де осындай жастарды таңдауда үлес қосып жүр екенсіз. Жалпы осы бір салаға өзіңіздің қосқан үлесіңіз қандай деңгейде деп айта аласыз? Енді былай айтып көрсек, бірінші жылы біз жұмысты бастағанда, біз сарапшы ретінде бірінші рет жиналғанда біз көп жұмысты білген жоқпыз, оны шындықты айту керекпіз. Положение бойынша біз бірінші ұлттық чемпионатта Астана қаласында ол жай чемпионат ретінде өткіздік. Одан кейін Қазан қаласына барып, әрине көп нәрсені үйреніп, положение алып, даже киім тіккізіп, енді ұят болмасын деп басқа мемлекетте, бізде Қазақстан деген құдайға шүкір үлкен мемлекет қой, соған дайындалдық. И 15 жылы бағдарлама бойынша халықаралық чемпионат Бразилияда,
Сан-Паулу қаласында болды. Сонда Қазақстаннан 7 шәкірт барды, то есть 7 компетенция бойынша барды бірінші жылдары. Қазір құдайға шүкір тәубә, бізде 45-50 компетенция барады Европаға, Америкаға. И бірінші жылдары әрине қаражат жағынан кішкене қиындау жағдай болды. Оны түсуге болады, оны сөз қылмау керек, ол барлығы өмір ғой, өмір. Сонда Бразилияға баратын алдында енді қаражат жағынан шәкіртке 1 миллион теңге керек болды, маған енді бас сарапшы ретінде 1 миллион теңге керек болғанда, ол ақшаны мен өз қалтамнан шығарып бердім. Өйткені менің мақсатым біздің туымызды, біз Қазақстан елімізді, біз соны Сан-Паулуда көрсету керекпіз деп патриоттық сезім болды да. И сол шығарған ақшамыз, ол ақша деген бұл бар ертең жоқ қой. Бірақ қорытындысы біз бірінші рет қатынасып чемпионат мирға, халықаралық чемпионатқа, Қазақстанға бірінші медальді аспаз маманы алып келген. Сонда 2015-те. Содан бері енді кезінде біз де студент болдық, оқыдық. Сонда бізге біздің мемлекет оқу берді, стипендия берді, маман берді. Біз енді сол маман арқасында құдайға шүкір осындай белгілі кәсіпкер болдық. Сондықтан менің мақсатым кезіндегі істеген жақсылықты өкіметтің мен қайтару керекпін өкіметке. Осы чемпионаттың арқасында мен өз шәкірттеріме қол ұшымды беріп жатырмын. Даже 2018 жылы ұлттық чемпионат болғанда Нұр-Сұлтан қаласында біздің алаң, енді құдайға шүкір 37 алаң болды. Сол кезде біздің алаң, біздің площадка аспаз маман бойынша премьер-министр болды, үлкен кісілер болды. Сонда үлкен дәреже, үлкен баға қойды. Өйткені мен даже ыдыс-аяғына дейін өзім таңдап алып келгем, әр ыдысқа логотип Волскисті жазырып, сөйтіп жұмыс істеген жағдай болды 17 жылы. Енді чемпионат Волскис деген шеберлікке қадам қойып, біз жастарға көмектесу керекпіз. Біз өмір бақи осылай жүрмейміз ғой. Біздің уақытымыз келеді, өмір өзен дейді ғой. Сондықтан менің мақсатым біз жұмыс, енді уақыт келген соң жұмыстан ауысамыз, зейнеткер боламыз. Сонда менің мақсатым бізден кейінгі жастар біздің жұмысымызды бізден жоғары деңгейде жүргізсе, мен өте риза боламын. Бәрекелді, өте жақсы, керемет. Енді Серікхан мырза, бүгінде осы әлемдік чемпионатқа 82 мемлекет қатысады екен. Жалпы осындай әлемдік дәрежедегі чемпионатқа біздің жастарымыз қатысып, олардан үйренетіні де көп болады ғой, жинайтында. Жалпы не береді деп ойлайсыз біздің жастарға бұндай әлемдік ауқымы кең дәрежедегі үлкен сайыстарға қатысу? Енді біз Қазақстан бойынша 6 жыл болды осы чемпионатқа қатынасқанымыз. Біз әлі жас мемлекетпіз. Сонда да біздің балаларымыз құдайға шүкір тәубә чемпионатқа, әлемдікке, Европаға, Ресей мемлекеті, Белоруссияға барып жатырмыз ғой. Сонда біздің балаларымыз көзқарасы басқа. И сол именно Орскилсқа қатынасқан жігіттер, қыздар 2015-тен басталып, сол балалар қазір өздері шәкірт ұстаз болып жұмыс істеп жатыр. Көрдіңіз бе? Ол жетістік біздің. Сол колледжді бітірген балалар колледжді бітіріп диплом алады, жоғарғы білімге түсіп, қайтадан уже колледжға көзқарасы басқаша, әлемдік көзқарасы, өз шәкірттерін Орскилсқа дайындап жатыр. Міне біздің табысымыз деген осы ғой. Бәрекелді. Өте жақсы, керемет. Серікхан мырза, енді осындай үлкен жобаны өңірімізде өткізіп, жастардың талантын анықтап, қашанда қолдау білдіріп жүресіз. Осы ісіңіз тек қана табысты болсын деп тілек білдіреміз. Бүгін біздің бағдарламаға арнайы мейман болып келіп, осы бір кейбір біз түсінбей жүрген осы бір мамандықтың бір қырлары мен сырларын ашып бергеніңізге алғыс білдіреміз. Енді осы сұхбатымыздың соңында бізді көріп отқан көрермендерге өңір жұртшылығына айтар тілегіңіз болса, қандай тілек айтасыз? Енді әрине біз Қазақстан халқы азаматы боламыз ғой, сондықтан еліміз, жұртымыз аман есен болсын. Жастарға қол ұшымызды берейік, жастарымыз аман болсын, өйткені біздің болашағымыз жастар. Елбасы аман есен болсын. Тәубә басқа мемлекетке қарағанда біздің мемлекет тыныш, соғыс ештеңе жоқ. Мен тағы айтар кезім, жұмыс істейтін адамдарға біздің мемлекетте жұмыс бар. Жұмыс та бар, әрқашан қолдау да бар. Бәрекелді.
Көп рахмет сізге пікір білдіріп, ой бөліскеніңізге, бағдарламамызға келіп алғыс білдіреміз. Осы жасап жатқан істеріңіз тек одан әрмен табысты, берекелі болсын. Әрқашанда осы басқан қадамдарыңыз тек сәтті жүзеге ассын деп тілек білдіргіміз келеді. Көп рахмет. Қымбатты телекөрермен, біздің бағдарламамыз одан әрмен жалғасатын болады. Арнадан ауыспаңыздар, бізбен бірге болыңыздар.